Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ашытқысыз айранмен жасалатын жеті желпек пісіретін боламыз. Ең алдымен ұнымызға содамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне 4 шай қасық шекерімізді және 1 шай қасық тұзымызды салып тағы да араластырып аламыз. Кейін үстіне ерітілген сары майымызды салып жақсылап видеодағыдай қолымызбен үгітіп араластырамыз. Үстіне аз-аздан айранымызды құйып қамыр елейміз. Қамырымыз дайын болған соң бетін жауып жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін онымен бір иілеп 7 бөлікке бірдей етіп кесетін боламыз. Кесіп алған қамырларымызды бір-бірден оқтаудың көмегімен жайып, дәл осындай формада қызып тұрған майда екі жағын қызартып пісіреміз. Қамырымызды қызып тұрған майда астыңғы бөлігінің барлығы пісу үшін дәл осылай вилканың көмегімен ауа кіргізіп көтеріп отырамыз. Міне біздің жеті желпегіміз дайын болды.